Bir сәтке де тоқтамай жүгіру. Әрдайым ізденісте жүру. Менің аты жөнім Айбол Тұрсынғожин. Және де мен қалаулы мамандығымды іздеймін. Бағдарламаны қосамыз. Мамандықтар өте көп. Оның бірін таңдаймыз. Жүк тиеуші машинист. Жүк тиеуші машинист түрлі заттар мен бөлшектерді тиейді, оны қайта түсіреді. Олар бұл жұмыстарды қойма мен құрылыс орындарында жүргізеді. Қызықты мамандық сияқты. Тапсырма. Сізге жүкті тиеп, көлікті жүргізіп үйрену керек. Енді тапсырманы орындай беруге болады. Естеріңізде ма? Бала кезімізде барлығымыз ойыншық жүк көліктерін алып, үстіне құм толтырып ойнайтынбыз. Шынымды айтсам, сол сәтте мен өзімді жүк тасымалдайтын жүргізуші ретінде сезінетінмін. Тіпті өскенде құрылыс саласында жұмыс істесем деп армандайтынмын. Сол бала кезімдегі қиялым бүгін орындалатын сында. Себебі бүгін мен кен орындарын қазатын машинисттің жұмысын істеймін. Ал бұл істе маған Төкенов Бауыржан көмектеседі. Жүк тасушы машинистер құрылыстың күрделігіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Яғни мамандардың жұмыс тәжірибесі мен санаты ескеріліп, кен орындары мен құрылыс алаңдарына жөнелтіледі. Өйткені қазу, тиеу сынды жұмыстарды машинистер екі түрлі техникада атқарады. Кейде бұл көліктердің салмағы 260 тоннадан асып жығылады. Ал алдындағы құрылғымен 75 тоннаға дейін жүкті көтереді. Айта кету керек, бұл мамандық иелері тау-кен орындары мен құрылыс алаңдарынан бөлек теміржол бекеттері мен зауыттарда еңбек етеді. Жүк тасушы машинистер жыл мезгілі мен ауа райының қолайсыздығына қарамай жұмыстарын бір сәтке де тоқтатпайды. Яғни қалаға көрік беріп, оны қар мен қоқыстан тазалайды. Ал кен орындарында ірі құрылыс бөлшектері мен болат темірлерді тасиды. Мына құм өндіретін кен орнында 10-нан астам жүк көліктері жұмыс істейді. Ал олардың техникалық жағдайы мен жұмыстың мінсіз орындалуын мұндағы мамандар қатаң бақылауда ұстайды. Жүк көлігін жүргізуші Төкенов Бауыржанның айтуынша, бастысы әр іске үлкен жауапкершілікпен қарап, қоғамға өзіндік бір үлес қосуға тырысу. Бауыржан аға, осы бүгін маған үйретесіз бе? Әрине үйретеміз. Ол үшін қазір жұмысты осы жерден бастап кете беруге болады ма? Жоқ, біріншіден негізі қауіпсіздік ережелерін өткізу керек. Дәл қазір мен осының бәрін өткізіп келе жатырмын. Қазір төменге түсіп, машинаға құм тастауды саған көрсетермін. Айта кету керек, жұмыс екі ауысымда жүреді. Сондықтан көліктердің техникалық жағдайы бірінші ретке қойылған. Күнде таңғы 7-де мамандар олардың қозғалтқыштары мен дөңгелектерін тексереді. Бауыржан, Ережеблы екеуміз сол көліктердің біріне мініп, құрылыс алаңына бет алдық. Байқағанымдай, көліктің іші жайлы, әрі ауа желдеткішімен жабдықталған екен. Бұл машинаның қанша тонна көтеруге қауқары бар? Бір көтергені 5 тоннаға дейін көтереді. Мысалы, оны істеген машинистен байланысты аз алып қалсаң, аздау қуат толтырып алсаң, таза 5 тонна шығады. Маман иесімен бірден әңгімеге кірісіп, кен орнына қалай жеткенімізді байқамай қалыппын. Аға, бұл жерде қандай қызмет атқарасыздар? Бұл жерде құм тас кен орны бар. Техниканың көмегі бойынша тасын, құмын, топырағын бөлек-бөлек сұрыптаймыз. Дайын құмдарды тапсырыс бойынша жөнелтеміз. Мен осы құмды машинаға тиеймін. Менің жұмысым осы. Жүк көлігін жүргізу үшін міндетті түрде білім керек па? Бұл көлікті сапасын, сынған жерлерін бәрін біліп отыру керек. Жол ережесін, құм тиеу мәселелерін
бәрі орында білмесең қиындап қалады. Қанша жасыңыздан бастап тізгінді қолыңызға алдыңыз? Бұл көлікті айдағанына 10 жыл болды. Бала кезінен бері әрине және басқа да техникаларды айдадық. Тракторлар дейді баяғы Союздың техникалары. Қазір бұл Қытайдың техникасын жатқа білеміз. Енді Айбол, сен дайын болсаң, мен саған үйретейін. Қалай айдау керегін, одан кейін өзің машиналарға құм жүктейсің. Бауыржан Ережебұлы өз ісі жайлы маған қысқаша түсіндіріп, бірден іске кірісуді жөн санады. Ал көлікті қалай игеру керектігін жұмыс барысында көрсетіп, содан кейін кезекті маған берді. Қазіргі жүк машинасы заманға сай шығарылған. Көліктің ішінде тежегіш, жылдамдық бәрі қарапайым машиналардегідей орналасқан. Сондықтан онымен жұмыс істеу оңай, алайда тәжірибе міндетті түрде керек. Ал Айбол, бірінші рөл тежегішін босатып өзің ыңғайлатып қойып ал. Ыңғайлап қойғаннан кейін кілтті қосасың. Бірінші гидравлика пультын жоғары көтересің. Болады. Болады, көп көтермей қойсаң болады, құмалатын кезде. Енді коробканың алдыға тежегішті жіберіп, кішкене газды басасың. Міне осылай жүргізушінің көмегімен алғашқы рет жүк көлігінің тізгінін қолыма алдым. Оның құм көтеретін құрылғысын қалай басқару керектігін үйреніп, жүкті өзім көтердім. Өте қызық екен және аса қиындық тудыра қойған жоқ. Аға, бұл жұмыста істеу үшін қанша уақыт тәжірибе жинау керек? Бұл адамнан байланысты. Техниканы істеген адам болса, ойланбай-ақ алып кетеді. Бірден алып кетеді. Бірден алып кетеді, істеп кетеді. Ал сіз қанша уақыт тәжірибе жинадыңыз? Мен өзім бірінші келген кезде 4-5 күн қойдым. 4-5 күнде. 4-5 күннен кейін бірден жұмысқа кірісіп кеттіңіз бе? Бірден жұмысқа кірдім. Бауыржан ағаның айтуынша тізгінде өзіңді еркін ұстап, айналаға мұқият болу шарт. Себебі түрлі техникалар қызмет атқаратын бұл ортада қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаған жөн. Осылайша құмды тиеп болғаннан кейін Бауыржан Ережебұлымен сұхбатымды жалғастырдым. Бұл мамандық екінің бірін қолынан келе бермейді. Бұл жұмысты істеу үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Дұрыс айтасың, Айбол. Бұл екінің қолынан келе бермейді. Бұл шыдамдылық керек бұл жұмысқа, төзімділік керек. Таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 7-ге дейін жұмыс, кейде жұмыс көп болады. Техникалар бұзылады, машиналар бұзылады. Осының бәрін жөндеу керек. Бір сөзбен айтқан кезде төзімділік болу керек бәріне де. Сіздерде жұмыс тәртібі қалай? Жұмыс тәртібі бізде бір жексенбі жұмыс істейміз, бір жексенбі үйдеміз. Бауыржан аға бүкіл жұмыстың барысын маған түсіндіріп, өзі басқа жұмыспен айналысуға кетті. Ол келгенше мына құмды жүк көлігіне тиеп қоюым керек. Берілген тапсырманы орындау керек. Берілген бұйрықты орындауға бірден кірісіп кеттім. Басында бәрі оңай болып көрінгенімен, жалғыз өзің жұмыс істегенде бойыңды еріксіз қобалжу сезімі баурайды екен. Десек те жүк көлігіне құмды тиеуге барымды салдым. Қалай бұл? Бауыржан аға айтқаныңыз бойынша жүк көлігіне құмды тиеп болдым. Жарайды Айбол, жақсы көрдім. Саған 5 деген баға беруге болады. Машинист болуға болады саған да.
Мен қолымнан келді. Жүк тиеуші машинист ең алдымен техникалық қауіпсіздік ережесін сақтану қажет. Өйткені көп тонналы техниканы басқару барысында қателесуге жол жоқ. Себебі өндіріс алаңында өзің сынды ондаған әріптестерің еңбек етеді. Сондықтан болар кез келген кәсіпорынға жұмысқа қабылданарда мамандардың міндетті түрде еңбек өтілі болғанын талап етеді. Және көліктің ақауын жөндеуге икемі болғанын қалайды. Машинист-погрузчик это не о том говорит, о том, что он Жүк только... тиеуші машинист тек қана жүк тиеумен айналыспайды. Ол сондай-ақ көліктерді де жөндейді. Мәселен, бүгінгі күні біз қозғалтқыш қорабы мен жылдамдықты өзгертетін тежегішті өзіміз тексеріп құрастырамыз. Бір сөзбен айтқанда көліктерді күрделі тексерістен өткіземіз. Машинист-погрузчика, который только лишь за рулем сидит, это, я считаю, еще не специалист. Жүк тиеуші машинист мамандығын меңгеру үшін көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Солардың бірі қолайлы оқу барысы. Яғни теорияға бірнеше ай бөлінсе, тәжірибе жинауға оқудың 90% уақытты бөлінеді. Бұл дегеніміз осы кезең барысында болашақ мамандар жүк көлігін жүргізіп техникалық ақауларды жөндеуге икемденеді. Ал оқуға қабылданардағы басты талап тәлімгердің жүргізуші куәлігі болуы қажет. Преимуществом данной профессии является то, что Бұл мамандықтың артықшылығы басқа оқу орындарындағыдай бірнеше жыл бойы сабақ оқуды талап етпейді. Мәселен, жүк тиеуші оператор мамандығын меңгеру үшін 3 ай теорияны оқып, құрылыс алаңына жұмысқа аттана беруге болады. Яғни, орта кәсіптік білімі болса жеткілікті. учебное заведение Бұл сала мамандары ірі нысандарда еңбек етумен қатар жеке кәсіпкер атанып, өз істерін ашулары да мүмкін. Мысалы, бүгінгі күні Қазақстанда 30% хромды кен орны, 25% марганец кені және 10% темір кен орындары бар. Бұл мемлекетімізге тау кен өндірісінен әлем елдерімен бәсекеге түсіп, алдыңғы орынға көтерілуге мүмкіндік береді. Яғни мұндай қорлар осы саланың қарқынды дамуына септігін тигізеді. Бұл әлбетте жүк тиеуші машинисттерді тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Например, экибастуз, там где-то применяется... Мысалы, екібастұзда жүкті тиеп, оны қажетті орынға бірден жеткізетін машина қолданылады. Әрине, мұндай техниканы басқаратын мамандар бөлек оқып, қосымша тәжірибе жинайды. Олар сондай-ақ Жезқазған мен Балқаш кен орындарында да еңбек етеді. Соңғы кездері көптеген кен орындарында 3, 5 және 6 кубты тиегіштер пайдаланады. Мұндай ірі механизмдер жоғары өнім алатын жерлерде жұмыс істейді. Достаточно высокопроизводительные. Дүние жүзіндегі ең ірі кен орны Америкадағы Kennecott Benham Canyon Mine саналады. Ол жерде бір күнде 1400 адам еңбек етеді. Олар қазба жұмыстары кезінде 408 мыңнан астам тонна мыс, алтын және молибден өндіреді. Ал алынған өнімді 60 жүк тиеуші машинист тасиды. Әрбірінің жүк көлігіне 200 тоннадан астам металл сияды. Кен орында жұмыс істеу бала кезінде көрінгендей оңай емес екен. Себебі мұнда еңбек ететін адамның тәжірибесінен бөлек бойында төзімділік қасиеті де болуы шарт. Және қауіпсіздік шараларын мықтап білген абзал. Бұл мамандық нағыз білікті және мықты жанға арналғаны анық. Маған берілген тапсырманы орындап шықтым. Енді келесі бұйрықты күтем. Қалаулы мамандық бағдарламасын көріңіздер. Және әр мамандықтың өз иесі бар екен, естен шығармаңыздар.